Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен ерекше дәмі бар шпинатный спагетти дайындаймыз. Басқа спагеттилерден қарағанда дәмі өте ерекше шпинатный спагетти. Дәл осы рецептпен сіздер де үйде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Бізге қажет болады 200-300 граммдай фарш. Сұйық майда мен 200 мл құйдым. Фаршымызды жақсылап қуырып, үстіне дәміне қарай тұз қосамыз, және пияз бен чеснок саламыз. Мен бір дана пияз, бір дана чеснок салдым. Жақсылап қуырамыз пияз бен чеснокты, және бір дана сәбіз салдым. Жақсылап қуырамыз. Үйде қалған помидорды салдым, тоңазытқышта қалған салаттан. Оны да жақсылап қуырамыз. Бір жарым ас қасық томат саламыз. Томатымызды жақсылап қуырып аламыз. Қайнап тұрған суымызға шпинатный спагеттиміз саламыз. Оған бір ас қасықты толтырмай тұз саламыз. Жарты кабачки саламыз. Кабачкимізді араластырып қуырып аламыз. Жарты шай қасықтай паприка саламыз. Және шым-шым кориандр қосамыз. Бір шай қасық тұз саламыз. 150 мл су құямыз. Және үйде бар шөптерден салып шығамыз. Мен укроп салдым. Спагеттиміз дайын болды. Оны судан шығарып аламыз. Шпинатный спагеттиміз дайын болды. Ас болсын, достар. Егер рецептім сіздерге ұнаса, маған жазылып, лайк бас, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет.